Хей, сәлем достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге мен Аялуинкс достар, сіздер менің арнамдасыздар. Бүгінгі видео бізде TikTok лайфхактарын қайталаймын деп айтылады. Яғни біз проверим лайфхак из TikTok'a қайталайтын боламыз. Бүгінгі видео өте ерекше болайын деп тұр. Ендеше бұл видео сіздерді қызықтырса, онда ары қарай қараңыздар, ал мен бастаймын. Сонымен достар, біздің ең алғашқы лайфхагымыз үшін бізге бандана және де осындай екі резинка қажет болады. Сіздер лайфхакты көріп алыңыздар, сосын қайталайтын боламыз. Вот и бізде осындай пайда болды. Достар, менде примерно осындай болып шықты. Негізі лайфхак жұмыс жасайды. Мен достар, біз енді келесі лайфхакқа көшеміз. Келесі лайфхак үшін бізге осындай су және салфетка керек болады. Ендеше сіздер лайфхакты көріп алыңыздар, сосын қайталайтын боламыз. Ендеше достар, мен осы лайфхакты қайталап көремін. Маған қызық қалай болатынды. Чтобы төгіліп кетпес үшін осындай не дайындап алдық. Қазір бірге көретін боламыз. Мой бог. Енді осыны осылай. Достар, это реально ұстап тұр ғой. Жаңа мен только екі қабаттап істеген едім, енді бір қабатпен істеп көрейін деп жатырмын. Білмеймін, істеймін. Теперь екі. Реально, ребята, ұстапты. Вообще төгілген жоқ. Лайфхак жұмыс жасайды. Сонымен достар, біздің келесі лайфхагымыз үшін бізге осындай кез келген кофта или футболка или какой-то өзіңіздеріңіздің киімдеріңіз керек болады. Және зубная паста және масло керек болады. Ендеше сіздер лайфхакты көріңіздер, сосын біз қайталайтын боламыз. И наливаем его на футболку. Теперь промокнем его немножко салфеткой, чтобы убрать лишнее. Далее нам понадобится обычная зубная паста. Мы натираем ею пятно, причем не просто натираем, а прям вдавливаем пасту в пятно. И лучше это сделать вообще с каждой стороны пятна, то есть с обоих сторон футболки. Но наше пятно свежее, нам пойдет и так. Теперь нужно дождаться, пока оно высохнет, и потом просто его застирать с водой. И все. Ну и вот такой результат у нас получился. По-моему, очень неплохо. Короче, ең алдымен осы кофта, мен қорқып тұрмын, бірақ көреміз қазір. Бірінші осы кофтаға осындай сиқмайды қосатын боламыз. И оны зубная паста кетіру керек. Неге? Мен ойымша осы жетеді. Енді бұны біз қазір зубная пастамен кетіретін боламыз. Енді осыны кәдімгідей жағып кетіруге тырысамыз. Зубная паста жағып болдым, енді осыны жуып сіздерге нәтижесін көрсететін боламын. Сонымен достар, мен бұл кофтаны жудым, и бұның нәтижесі прям негізінде мен таңғалдырды. Шынымен де лайфхак жұмыс жасайды, ешқандай майдың орны ізі қалған жоқ. Бұл лайфхакты қолданып көрулеріңізге болады. Егер де сіздерде абайсызда май тамып кеткен киімдер болатын болса, осылай жуып көріңіздер. Сіздерге де көмектеседі деген ойдан бұл лайфхак жұмыс жасайды. Біздің келесі лайфхагымыз үшін достар, бізге осындай баклажка и потом осындай фен керек болады. Осы екеуі арқылы біз қазір шаш пиралап көретін боламыз. Сіздер лайфхакты көріп алыңыздар, содан кейін қайталайтын боламыз. Сонымен достар, сіздер лайфхакты көріп болғанша мен осы баклажканың сыртындағы қағазын алдым и оны кесіп дайындап жатырмын. Все достар, мен оны жасап болдым. Енді қазір осы лайфхакты осы нені салып, осылай кіргізіп, осылай пиралап көретін боламыз. Ендеше көрейік. Короче, достар, мен де үшін болмағасын мен біраз көлемдірек қылып алдым. でも、 Енді осыны жасап көретін боламыз. Maybe, そう Maybe, ですね、достар. みんなで一緒に頑張ります。 Короче, достар, мен де үшін болмағасын мен біраз көлемдірек қылып алдым. Енді осыны жасап көретін боламыз.
короче, негізінде бұл лайфхакқа мен сенген жоқ едім. Шынымен де болмайды екен. Сіздер өздерің жасап көрсеңіздер болады, бірақ мына баклажка какой-то горячий болып кетті, прям ыстық болып тұр. И просто оның көлемі біраз мыжырайып сөйтіп кетті. Сондықтан бұл лайфхакты сіздерге қайталауға кеңес бермеймін. Лучше өздеріңіздің плойкаларыңызбен істей салғандарыңыз дұрыс. Бұл лайфхак жұмыс жасайды. Енді достар, бізде последний лайфхак үшін осында диск керек болады. Қазір біз осы дисктен осындай бір шарик шығаруымыз керек. Сіздер лайфхакты көріп алыңыздар, одан кейін қайталайтын боламыз. Ең алдымен тура видеодағыдай етіп ашып аламыз, достар. Бізде жыртылмай дұрыс шығу керек. Достар, как идеально шықты. Осылай шықты. Бізде фенмен істеп көретін боламыз. Осы фенмен осыны кептіріп көреміз. И ол какой-то горячий болып, солай болып кету керек. Біз оны үрлейтін боламыз. Көреміз. Достар, мен фенмен істегенге долго болды, но он не работает. Короче, жасалынбады, ешнәрсе болған жоқ. Сондықтан біз бұны қазір спичкамен жасап көретін боламыз. Короче, достар, мен жаңа фенмен істегеннен кейін спичкамен жасап көрдім. Шыны керек, менде... Боже, что это такое? Я не знаю. Просто бұл лайфхак орындалады, но қараңыздар, ол қалай болып кетті, не болып кетті ол. Негізінде мен дұрыс жасамадым бұл лайфхакты, мен просто шын не қылам дедім да. И мынау прям киіп кетті ма, бірдеңе болып кетті. Вот, сондықтан да бұл лайфхакты мен қайталауға кеңес берем, бірақ егер абай болыңыздар, әрине, менікі осылай болып кетті. Бұл лайфхак сіздерде орындалатынына сендім, жасап көріңіздер, бірақ достар, осы TikTok лайфхактарын қайталаймын видеосының екіншісін қалайсыздар ма? Соны комментарийға жазып кетіңіздер, мен міндетті түрде түсіретін боламын. Келесіде басқа лайфхактарды қайталап көретін боламыз. Сонымен достар, бүгінгі видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Бұл видео сіздерді қызықтырды деп ойлаймын. Ендеше бұл видеоны маған лайк басып, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды да ұмытпаңыздар. Сонымен достар, комментарийға да өздеріңіздің ойларыңызды жазып кетіңіздер. Тағы да қандай лайфхактарды қайталауға болады, соларды да менің Instagram директіме жіберсеңіздер болады. Мен оны обязательно қайталап көретін боламын. Менің Instagram'ым мына жерде. Ендеше достар, келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.